Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы інім мультфильм көреді. Жаңа сөздер, новые слова. Менімен бірге қайталаймыз. Ертегі, сказка, мультфильм, қызықты, интересный. Балалар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазамыз. Ол не істейді? Мен ертегі оқимын. Ол ертегі оқиды. Сен мультфильм көресің бе? Мен мультфильм көремін. Сен мультфильм көресің. Ол мультфильм көреді. Ертегі қызық. Тыңда, қайтала, оқы. Балалар, алдымен мен оқимын, одан кейін сіздер де бір рет оқып шығыңыздар. Менің інім бар. У меня есть брат. Ол сурет салады. Он рисует. Менің қарындасым бар. У меня есть сестра. Ол алдар көсе мультфильмін көреді. Она смотрит мультфильм алдар көсе. Мен ертегі оқимын. Я читаю сказки. Ертегі қызық. Сказка интересная. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Первое задание, ребята, читайте текст. Әлібектің інісі мен қарындасы бар. Інісі ертегі кітап оқиды. Ертегі қызық. Қарындасы мультфильм көреді. Мультфильм қызық. Әлібектің інісі мен қарындасы бар. У Алибека есть брат и сестра. Інісі ертегі кітап оқиды. Его брат читает сказку. Ертегі қызық. Сказка интересная. Қарындасы мультфильм көреді. Его сестра смотрит мультфильм. Мультфильм қызық. Мультфильм интересный. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ребята, второе задание. Отвечайте на вопросы. Бірінші сұрақ. Сен ертегі кітап оқисың ба? Қандай мультфильм қызық? Сен мультфильм көресің бе? Сен қандай мультфильм ұнатасың? Сенің інің, сіңілің, қарындасың қандай мультфильм көреді? Балалар, сұрақтарға жауап берейік. Төртінші тапсырма. Жазылым, письменно. Сөйлемдерді дұрыс қарастырып жаз. Ребята, должны писать предложение правильно. Сіздерге, балалар, 5 сөйлем берілген. Соларды дұрыстап жазуымыз керек. Бірінші, мультфильм көремін мен. Как будет правильно? Дұрысы қалай болады? Мен мультфильм көремін. Осылай қалған сөйлемдерді жазып шығамыз.